Қайырлы күн, тыңдаушылар, көрермендер. Біз бүгін марафонның екінші күнін бастаймыз. Бірінші күнде біз шынайы махаббатпен кәдімгі дүние махаббатының айырмашылығына тоқталдық, иә? Қазір қайталап өтсек, шынайы махаббат болғанда ол жаратушыға тән махаббат. Шынайы махаббат не береді бізге? Бізге қамқорлық, мейірімділік, түсінушілік, бағалау білу, сонан кейін әділеттілікке, сондай жақсы қасиеттерге бізді жетелейді. Ал кәдімгі дүние махаббаты ол менмендікке, көкіректікке, таласушылыққа, өшпенділікке, қызғаншақтыққа келеді. Сонан кейін бір-бірімен түсініспеушілікке, көре алмаушылыққа, соңында әсіресе екі жастың арасында осындай махаббат болса, ол екі жаққа кетуге, демек айырылысып кетуге себепші болады, иә? Енді мен бүгін ең үлкен маңызды тақырып сол махаббаттың ішінде, жаңағы дүние махаббаттың ішінде тағы да өзінше түрлері болады бөлінетін. Біріншісі ол құрбан махаббаты. Құрбан махаббаты деген, ол деген жақсы көретін адамның өзін түгелімен құрбандыққа беріп, соның өмірімен өмір сүріп, соның уайыммен уайымдап, сон қуанса қуанып, солай өзін құрбандыққа береді. Бұндай махаббат адамды дертке ұшыратуы мүмкін. Ол жаңағы жіңішке ауру, яғни онкология, психический ауру, адамның қандай өте жаңағыдай нерв жүйелері ауыратын қандай диагноз бар, солардың бәрінен өтуі мүмкін. Бұл өте қауіпті әрине. Екіншісі, әсіресе қазіргі жастарға тән ойын махаббаты. Ол бір-бірінің сезімімен ойнау, жақсы көріп, бір-біріне сол сезім арқылы қиянат жасау, және де сол қиянат арқылы ол ләззат алу. Біреу қиналғанда, оны іздегенде, қиналып ойлаған кезде оған жақсы. Ол солай, ол адамның қатты жақсы көргенін, ол өзінің мен деген, самооценка дейді ғой, мен дегенді сол адамның қиналуы арқылы жаңағы дәлелдейді. Ол адамның өзін өзі жақсы көру, өзін өзі бағалау, жаңағы сезімі өте төмен деген сөз. Келесі сезім махаббаты, бұл сезім махаббаты, бұл романтика. Романтика махаббаты, ол адамдардың сезімі өте нәзік болады. Олар қайта-қайта өте мұқият болады. Қайта-қайта оларды іздейді, көңіл күйіне өте қатты қарайды. Және де олар өлең шығара бастайды. Ол адамсыз өмір сүре алмайды. Кәдімгідей жанындағы адамның сәл нәрседен болсын қуантқышысы кеп тұрады. Соның қас-қабағына көп қарап, соған езіліп, жақсы көріп кетеді. Егер осылай енді екі жас жақсы көргеннен кейін, оның арасында бірінші ғашықтық қой, влюбленность, ғашықтық пайда болады. Ол ғашықтық ең көп болса, 1 жыл, 2 жыл ғана созылады. Онан кейін ол сыйласымдыққа айналады, онан кейін барып махаббатқа айналады. Ал бұнда егер сол ғашықтықтан кейін біреуінің жақсы көру әрі қарай жүре алмай үзіліп кетсе, онда екінші адам уайымға беріліп, қатты терең нерв жүйесі ауруына ұшырауы мүмкін. Ол глубокая депрессия деген сөз. Одан шығу өте ауыр, әсіресе қатты жақсы көріп, содан жүрегін жаралаған өте қатты ауыр келеді. Сонан кейін тағы да бір махаббаттың түрі, ол ынтық махаббат. Бұл қазақша ынтық махаббат дейді, желікке махаббат дейді, құтырған махаббат. Бұл страсть. Бұл өзінің жақсы көруімен сондай
керемет нелерге барады. Егер ол екінші адам жақсы көрмей баратса, оған мен қазір өле саламын, мен өз-өзімді жағып жіберуім мүмкін деп қорқытып отырып ұстайды. Оның ғашықтығы сонша сол өзін жақсы көрген адамын мүлде иемденіп алып ешқайда жібермейді. Ол адам жатса да ойлайды, тұрса да ойлайды, тамақ жесе де ойлайды, қайда жүрсе бірге жүргісі келеді, оны бәрінен қызғанады. Өліп өшіп жақсы көру деген сөз страсть, бірақ бұл өте қауіпті әрине. Егер өзінің эмоциясына, өзінің сезімін бағындыра алмаса, онда ол өте қауіпті. Өздеріңіз сезетін шығарсыздар, бұның алады кенеттен қайтыс болу, кенеттен бірдемеге ұшырауға әкелуі мүмкін әрине. Денсаулыққа да оңай емес. Соны тағы да бір махаббаттың түрі, байыпты махаббат. Бұл деген, бұл адамдар өте тәрбиелі, саналы, парасатты, сондай жақсы көру. Бұлар екеуі ара өте саналы, сондай тәрбиелі, артық бір-біріне ештеңе айтпайды, қас-қабағымен ғана бір-бірін жақсы көретінін сездіртеді. Олар тек қана түнде ғана бір-бірін жақсы көргенін ғана көрсетеді. Сыртта жүрсе, олардың қатты өліп өшіп жақсы көріп жатқанын сезбейсіз. Өте үлкен сыйласымда болады. Сыртынан қарағанда кәдімгі екі аққу сияқты қол ұстасып әп-әдемі болып жүреді. Бұны байыпты махаббат дейді. Бұл махаббат өте, егер ар жағы семьяға айналса, ол өте ұзақ өмір. Олар 50 жыл, 60 жыл бірге тұра алуы мүмкін. Бұндай біздің ата-бабамызда, аналарымызда, біздің әке-шешелерімізде болған. Қазір енді ондай өте сирек, әсіресе өкінішке орай жастардың арасында әсіресе айырылысулар көп болып жатыр. Сол қатты ойландырып, бізді кішкене мазалайды сол. Сондықтан осы тақырыптың шығуының себебі де осы болған. Егер осылардың бәрін айырып білсе жастар, онда өзінің қандай махаббатпен жақсы көре алатынын, оны қалай бағындыра білу керек екенін білсе, түсінік болса, ол адам қатты ауруға да ұшырамайды, қатты сезімге де берілмейді, соны бағындыра алатын болады. Келесі махаббаттың түрі бұл достық махаббат, сыйласымдық махаббат. Кейбіреулер сұрайды, екі жастың арасында, әсіресе ер адам мен әйел адам арасында достық махаббат бола ма? Қыз бен жігіттің арасында достық махаббат бола ма дейді. Ол достық махаббат деген, мен сіздерге айтайын, өте үлкен жоғарғы сана болса, ол адамда рухани өте бай болса, ол достық махаббатты ұстай алады. Егер санасы орташа, жаңағы ақыл парасаты орташа, көбінесе ақылмен жүретін адам болса, достықтың ар жағы махаббатқа үйлесіп кетуі мүмкін. Ары қарай жаңағы ары қарай бірге кездесу, өзі кәдімгідей екі жастың арасындағы махаббатқа айналып кетуі мүмкін. Ондай достық махаббат өте сирек кездеседі. Кездескен өзінде де кәдімгі кәмелетке және 40-тан 50-ден асқаннан кейін болуы мүмкін достық махаббат деген. Енді қазір тағы да бір махаббаттың түрі пайда болды қазіргі заманда. Ол виртуальный. Жаңағы немен интернет арқылы танысады, интернет арқылы сөйлеседі. Кей кезде сондай болады екен. Зерттеп отырсам, интернетпен танысады, әлі бір-бірін көрмесе де интернет арқылы жақсы көреді бір-бірін, интернет арқылы ұрсып алады, сонан кейін телефондарын өшіріп тастайды, сонан кейін қайтадан сағынғаннан кейін қайта қосады, сонан кейін қайтадан жақсы көрем деп айтады екен. Сондай махаббаттың түрі де бар екен қазіргі жастардың арасындағы махаббат. Бұл әрине үлкендердің арасында да кездесуі мүмкін. Сонан кейін тағы да бір махаббаттың түрі, ол сатылу. Енді оны өздеріңіз де білесіздер. Өздерін тек ақшамен, өзінің махаббатын ақшамен, дүниемен солай ғана бағалайтын махаббаттар да болады. Мінекей жалпы ең үлкен екі жастардың арасында болатын махаббаттың түрлері осылай болады.
Енді өздеріңіздегі ішкі жан сіз қай түрдегі махаббатта бола алады екенсіз, қандай сезімде бола алады екенсіз, сонымен бөлісуге болады сіздерге. Сонан кейін қазір енді мен сіздерге айтатын болсам, осы шынайы махаббат, екеуінің арасындағы махаббат, солардың бәрі ұзаққа жетіп, дұрыс пайдаланып, осы махаббаттың арқасында өзін бақытты сезіну үшін адам бірінші өзін өзі жақсы көру керек. Өзін өзі жақсы көру деген не екенін оны келесі марафонда жалғастырамыз. Қазір үй тапсырмасы. Сіздер былай жасаңыздар. Ең қатты жақсы көретін адамдарыңызды теріп жазыңыздар. Ол сіздің сөйлесіп жүрген досыңыз ба, жақсы көретін анаңыз ба, бала ма, өзіңіздің немесе бауырыңыз ба, қатты жақсы көретіндеріңізді жазыңыздар. Және несімен жақсы көресіз, мінезін жақсы көресіз ба, ол әлсіз ба, аяп жақсы көресіз ба, жоқ оның батылдығын ба, өнерін ба, тапқырлығын ба, жоқ, кәдімгідей ол қорғансыз, әлсіз болғаннан кейін жақсы көресіз ба, соны тізіп жазсаңыздар. Екінші, сол жақсы көретін адамның екінші жағын жазыңыздар. Қай мінезі сізге ұнамайды, неге онымен кей уақытта ренжісіп қаласыз, немесе оған ренжисіз, соны тағы да тізіп жазсаңыз болады. Оның әдеті ұнамай ма, іс-әрекеті ұнамай ма, или жақсы болып жүріп өзгергенде ұнамай ма, или жақсы болып жүріп ашуланғанда ұнамай ма, сол тізімді жазуға болады. Сонан кейін тағы да бір сұрақ, ол екі жас бір-бірін жақсы көріп қосылғаннан кейін неге екеуі енді қатты ғашықтықпен жақсы көреді, екеуі екі жақта жүре алмай үйленеді, артынан кейін қатты ренжісіп жатады, екі жаққа кетіп айырылысып жатады. Неге олай болатын ойлансаңыздар, сол сұраққа жауап берсеңіздер деген менде өтінішім бар. Осы сұрақтарды үй тапсырмаларды жасасаңыз, келесі жолда мен сіздерге ары қарай жауабын, оның талдауын түсіндіремін. Рахмет сіздерге.